Құранның қазақшаға аударылуы, соның ішінде мынау тәуелсіздікке дейін, тәуелсіздіктен кейін, сонымен бірге мына қандастарымыздың сыртта жүрген өзіміздің местный қазақтардың аудармасы бойынша айтатын боламыз бүгін. Сонымен бірге біріншіден Құранды алғаш өткен ғасырларда, Абайдың ахаңның замандарында Құранды тек қана араб тілінде оқыған. Оған дейін біздің қазақ тіліміз қатты бір дамып, әріптеріміз түсе қоймаған ол уақытта. Осы орыс патшалығы келгеннен кейін осы кириллицамен оқи бастадық. Оның өзі де, яғни 50-ші жылдардан бастап өткен ғасырдың алғаш Құранның қазақшаға аударыла бастауы 1960-ші жылдар, 70-ші жылдарда басталған. Өткен ғасырларда, яғни Сәдуақас Ғалами атамыз алғаш бұл кісінің өзі аударудың себебі қазақшаға Құранға байланысты, мұсылман дініне байланысты көптеген мазақтау сөздер, бір жаман сөздердің көп болуына байланысты әрекеттердің сол себеппен де осы аудара бастаған екен Құран кітапты. Бірақ өкінішке орай ерте қайтыс болды. 1972 жылы Құран толықтай аударылмай қалады. 3 жолы ғана аударылып, яғни жалпы 42 кітап бар екен. Соның біреуі кітаптарының Құран туралы жалам мен өтірікке қарсы атты кітабы да бар екен. Яғни жаңа айтқанымдай. Ары қаратай 90-ші жылдар бізге жақынырақ. Бұл енді Қытайдағы қандастарымыз Бейжіңде. Ол да кешірек келіп қалады бізге. Ғазиз бен Мақат ақатылдары екеуінің аудармасы бар. Ғазиз 90 жасында қайтыс болған екен бұл кісі. Енді одан кейін тәуелсіздік жылдарына келетін болса, өзіміздің 1991 жылы Ратбек Нысанбайұлы, одан кейінгі тәуелсіздік жылдары бұл кісінің де өзі еңбегі көп. Алып келетін болсақ, соның ішінде мына мұсылмандардың діни басқармасын қазіргі Қазақстандағы осы кісі құрған. Яғни 1989 жылы Қазақстан Ташкенттен бөліп алып шығып, яғни Азия мұсылмандар діни басқармасы болады алғашында. Одан кейін бізде өзіміздің жеке Қазақстан діни басқармасын ашады. Жалпы бас мүфти болған 91 жылдан бастап 2000 жылға дейін. Осы мүфти болған уақытында 1500 мешіт ашылған біздің Қазақстанда. Тәуелсіздікке дейін бізде Қазақстанда 68 ғана мешіт болған негізі. Осы кісіде. Ары қаратай енді 91 жыл тағы халифа Алтай Назарбаевтың шақыруымен келеді Түркиядан. Бұл кісі өзі Қытайдың тумасы, қандасымыз 54 жылы Түркияға көшіп барған екен. Бұл кісінің өзі халифа атамыз 1989 жылы Арабияға барып, Сауд Арабиясына барып, осы өзінің Құран аудармасын мақұлдатып, сол Арабиядан алып келеді бізге. 91 жылы 800 мың дана болып, алғаш осы кітабы шығады. Қазақша кітап Құран аударылып. Жалпы Қазақстанға тарайды. Сыртта қандастарымызға да барлығына осы атамыздың бір әдемі сөзі бар екен. Мешіт тек намаз оқитын орын емес, мәдениет орталығы да болу керек деп. Яғни осы кісінің өзінің мешіті де бар. Осыны аттылан салған Өскемен қаласында 2012 жылы 3000 адамдық мешіт салыныпты. Яғни бұл жерде тек қана бас мүфтидің аударған Құран емес, сырттан келген, яғни Назарбаевтың шақыруымен келген халифа Алтайдың Құранның басып шығаруында бір себебі бар екен бұл жерде. Яғни бас мүфти болып тұрған кезінде алғаш Рәкең сол уақытта көп жала жабылды оған, үкіметке қарсы шықты, пара алды деген сияқты тағы да көптеген осы. Сол себептен де болуы мүмкін, яғни Назарбаев сырттан осы халифа Алтайды алдырып, осы кісінің Құранның аудармасын басып шығарады. Оразаларыңыз қабыл болсын, ораза уақытында қарап отырсаңыз лайк басып қойыңыздар. Давайте, рахмет, кеттік ал.